Ансамбль дегеніміз француз тілінен аударғанда бірге тұтастық деген мағынаны білдіреді. Біздің елде тарихы тереңде жатқан үлкен музыкалық ұлт аспаптар ұжымдары көп. Құрманғазы мен Отырар сияқты ансамбльдердің өнерін әлем халықтары сүйсіне тамашалайды. Ал Арнау ұжымы үлкен сахнаға осыдан 10 жыл бұрын келді. Келе салысымен көрерменнің көз айына айналды. 10 жылдығын атап өткен ансамбль жайлы келесі бейнематериалда толығырақ. Ансамбль репертуарындағы жекпе-жек, кішкентай, ой толғау, саржайлау, абай әндерінен Попурри, қазақ елі, аққу, көрғұлы сияқты шығармаларымен шашу шашты. Құттықтау сөз айтқан ақын Исраил Сапарбай өнер әлеміндегі басты мақсат жұртты таң қалдыру дей келе, концерттің жоғары деңгейде өтіп жатқанына тоқталып, жас буынның мұндай өнерлеріне сөйлеудің өзі артық, тыңдай бергің келеді деп ағынан жарылды. Баспалдақ сияқты кішкентай балалар қазір өсіп өңгенін, творчестволық үлкен табыстарға жеткенін көріп жатырмыз. Кеш барысында республикалық қоғамдық атақтар мен марапаттар кеңесінің төрағасы Марат Тоғашбаев Нұргүл Әкімғожинаны Қазақстанның өнер қайраткері қоғамдық медалімен марапаттады. Осы орайда батыс елдерінде мемлекеттік атақтан қоғамдық атақтың бәсі жоғары болып келетінін айта кеткен жөн. Яғни бұл атақ Нұргүл Әкімғожинаға халық атынан берілді. Қазақ өнерінде бірнеше аспап бар. Мұна жетіген аспабы, саз сырнай, соның барлығы қазақтан шыққан аспаптар деп соны мен көрсете отырып, балалардың қызығушылығын үйреттім деп өзім есептеймін. Өздерінің өнерлерін балалар басқалардың алдында көріп тұрсыздар, жаңа ойнаған сайын арқаланып, соны одан сайын келесін көрсетсем, келесі аспапты көрсетсем деп өздерінің жүректерінде бір қуаныш ұялаған. Өнерден қуат алмаса тіршіліктің шырақ өшеді демекші, ұлттық кітапхана оқырманды тек білім нәрімен сусындатқана қоймай, осындай мәдени шараларды өткізіп тұруды дәстүрге айналдырған. Жасұлан Наурызәлі, арнайы елден хабар үшін.